oyundan айтылып шығып жатыр екен. Бұл жағдайда тек қайталап қойыңыз, басқа ойындарға қатысылады екен. Рас па, қандай ойындар бар екен? Теңге, атқан тарту, асық ату. Ал қандай керемет? Ол нағыз ойындар мерекесі ғой. Иә, дәл солай. Себебі ұлттық ойындарда ата-бабамыздан қалған асығулар. Барша балаларды ойнауға шақырайық. Ендеше кеттік. Бұл ойынның шарты құралдар. Талапай, басталды, хан Талапай! Балалар, орнымызға тұра қалайық. Бізде қазір хан асық кімде екен? Рауанда. Кәне, Рауан бізде бірінші онда ойынды бастайды. Бір асық, менде 4 асық. Хан асық. Менде 1 асық. Бұл бескене, алаңдағы бескене ойыны. Шауып келіп, теңгелерді ілу, е? Кезекті ойынымыз арқан тартыс. Қазір келесі 5 тас ойын ойнайды. 5 таста осындай 5 тасты, яғни асықпен ойнауға болады, әртүрлі. Осындай ұсақ бір-бірлеп қазанға саласыз. Балалар, бүгін ұлғызаға мұрагерлері атты біздің ұлттық ойындарымыз сайысы осымен аяқталды. Онда сау болыңдар!